мынау есебіңізде жаңағы Қазақстандағы су мәселесі жағдайы өте жақсы, жайма шуақ, бірақ өмірде олай емес қой. Қазіргі таңда Қазақстанның қай аймағы болса да, шығыс, батыс, оңтүстік қай жағында су жетіспеушілігі бар. Мен сізге бірақ мысал келтірейін. Мысал үшін Батыс Қазақстан облысында, Казталов ауданында суды Ресейден алып отыр. Қазсушар жылына 5 миллиард теңге беріп Ресейден су алады, бірақ сол су келетті, Жалпақталдан өтіп, арғарай құмасынып кетеді. Сонда біз жылына бюджеттің 5 миллиард теңгесін құмасыңғызып отырмыз. Енді сол жаңа неде Жалпақталда су қоймасын салу жобасы осыдан 10 жыл бұрын басталған, әлі аяқталған жоқ. Міне, осы мәселені сіздер қашан шешесіздер? Біз қашанға дейін бюджеттің ақшасын құмға сіңгізіп отырамыз. Батыс Қазақстанда 2 су қойманы соғамыз. Ол жерде үлкен өзен, жаңа кіші өзен. Дұрыс айтасыз, мынау Ресей қаласынан, Ресей мемлекетінен біз жылда сояқа суды беру үшін келісім шартқа отырамыз, қаражат бөлеміз, береміз. Себебі басқа оның шешу жолы жоқ бүгінгі күні.